Ал Еуропарламент өкілдерінің пікірінше елбасының басқосуда ұсынған Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінде төрағалық етуінің негізгі тармақтары мемлекеттің ішкі саясатының басым бағыттарымен үйлеседі. Бұл қазақ елінің екіұшты саяси бағыт ұстанбайтынын көрсетеді. Бұл аймақтық және ғаламдық қауіпсіздіктің донорына айналған мемлекеттің сарабдал саясатының дәлелі дейді Еуропарламент депутаты Андрей Мамыкин. Мир без ядерного оружия. Ядролық қарусыз әлеммен қауіпсіздік немесе лаңкестікпен күрес. Мүмкін Еуропалық одақта біз көп мәселені тек теория жүзінде білетін шығармыз. Ал сіздің мемлекет Ауғанстан сияқты тұрақсыз елге жақын орналасқан. Біз аймақтық қақтығыстар мен мемлекеттер арасындағы дипломатиялық жанжалдар және басқа да соғыстар жағдайында әлі көп уақыт өмір сүретін боламыз. Бұл өкінішке орай қазіргі өмір шындығы. Сондықтан Қазақстан Республикасының ғаламдық қауіпсіздікті нығайтуға арналған көп шешімдер ұсынуы қуантады. Менің ойымша, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі бұл төрағалық соңғы жылдардағы ең жемісті басқару болады.